Қайырлы күн болсын. Бірге 5-ші нұсқаға талдауды жасаймыз. Қазір сабақтың басынан соңына дейін мұқият қарап, барынша назар аударып отыруға тырысыңдар. Себебі әр сұрақты талдау барысында келесі кезекте дәл сол сұрақ келген жағдайда қате жібермеу үшін не істеу қажет, қалай табу қажет, мен осы сұрақтарға жауап беріп отыратын боламын. Тағы да басқа өздеріңде сұрақ қалып кететін болса, міндетті түрде пікірге қалдырыңдар, немесе маған жекеге шығып жазуларыңа болады. Кеттік. Бірінші сұрақ. Аяқ сөздің бастапқы тура мағынасы қандай? Бізде жалпы тура мағына бар, ауыспалы мағына бар. Тура мағына тіке мағынасында түсінеміз, астарынан ешқандай ой іздемейміз. Ауыспалы мағына ол астарлы мағынада тұратындығымен ерекшеленеді. Енді кеттік, нұсқаларға қараңдар. Сөздің аяғы, жұмыстың аяғы, орындықтың бір бөлігі, адамның дене мүшесі, жиналыстың аяғы. Ондағы сөздің аяғы, жұмыстың аяғы, жиналыстың аяғы бұл үшеуі де анық тура мағына емес екендігі көрініп тұр. Себебі сөзде тура мағынасында аяқ болмайды. Аяқ деген не нәрсе? Ол дене мүшесі. Яғни бұл жерде тура мағынасында адамның дене мүшесі болып тұр. Бірақ мына варианттарды оқу барысында С және Д варианттары адамда сұрақ қалдыруы мүмкін. Орындықтың бір бөлігі, орындықта да аяқ бар, адамда да аяқ бар. Бірақ орындықтың аяғы ол адамның дене мүшесі секілді жүруге қабілетті емес қой. Аяқтың бастапқы тура мағынасы сол, адамның дене мүшесі, оның қозғалысына көмектесетін денесінің бір бөлігі болғандықтан жауабымыз Д варианты болады. С бөлігінде сызамыз. Бұны мынау ғой, бұл орындықтың аяғы деп берілуі керек та негізі бізге. Бізді шатастыру үшін бұл жерде орындықтың бір бөлігі деп беріліп тұр. Сондықтан кішкене ойланып қалуы мүмкін оқушылар. Келесі сұрақ. Неологизм сөздер қатарын табу керек. Неологизм яғни жаңа сөздер. Архаизм бұл көне сөздер. Қараңдар. Неологизм сөздер бұл кейбір орысша немесе біз басқа тілде қолданып жүрген сөздердің қазақшаланған немесе қазақшаға аударылған нұсқасы да болуы мүмкін. Әр нұсқаға назар аударайық. Әдебиет және ғылым сөздері бұлар кірме сөздер. Бұл сөздер бізге енген араб тілінен. Келесі жарнама, сурет. Жарнама жаңа сөзге жатады, Ал сурет бірақ жаңа сөздердің қатарына жатпайды. Себебі суретті біз 19 ғасырда, 20 ғасырда, 21 ғасырда да сурет деп қолданып келдік. Демек ол неологизм сөз емес, бізге жаңалық емес, қысқасы. Бұл вариантты сызамыз. Келесі С варианты кеден және жол серік. Міне, кеден және жол серік сөздері бұл неологизм сөздер қатарына жатады. Таможня, мынау кеденің, жол серігің бұл проводник, солардың қазақшаға аударылған нұсқасы. Біз осы нұсқасын негізі қолдануымыз керек. Жаңағы таможня мен проводникті біз сол күйінде қолданып кетпес үшін, енді өзге тілдерден енген сөздер ғой, біз оларды қазақшалап енгіздік. Бірақ енді бұл сөздер көп қолданыста емес, дегенмен неологизм сөздердің қатарына жатады. Себебі бұл сөздер 21 ғасырда, 20 ғасырдың соңында шамамен біздің тілімізге енгізілген сөздер болып саналады. Сондықтан С варианты дұрыс болып есептеледі. Мұндағы Д варианты аудан, көлем, бұлар жаңалық сөздер емес, жаңа сөздер қатарына кірмейді. Келесі жолдау, қағаз, бұлар да жаңа сөздер қатарына кірмейді. Келесі үнді дауыссыздар қатарын табуымыз керек. Варианттарда былай істейді. Кейде оқушылар ұяң мен үндіні шатастырады. Немесе ұяң мен үндіні шатастырып алу көп бізде. Бірінші, қатаң дауысты дыбыстарды біздің оқушылар өте жақсы табады. Ендеше біз мына варианттардың ішінен қатаң дауыссыздар бар нұсқаларды сызып тастайық. Бірден басымызды қатырмау үшін. ИКЛМ дейді. Міне, К тұр. Бұл қатаң, сызып тастаймыз. Келесі МНГЗ. Бұл жерде қатаң дауыссыздар жоқ. Сондықтан бұл вариантты қалдыра тұрайық. Бізге нұсқа болсын. Қазір біз үнді ма ұяң бажыратамыз сосын. ГЖДВ. Бұл жерде де қатаң дауысы жоқ. Келесі КШТФ дейді. К тұр, Ш тұр, Т тұр. Бұл вариант сызып тастаймыз қатаң дауысы болғандықтан. Келесі У, қысқа И, Н және Р. Демек бізде 3 нұсқа бар екен, үнді дауыссыздар қатарына жатуы мүмкін. Енді біз ажыратамыз. Үнді дауыссыздар, ұяң дауыссыздар. Жалпы дауыссыздарды, дауыссы дыбыстарды біз 3-ке бөлеміз. Қатаң, ұяң, үнді деп. Қатаң дыбыстар қатаң естіледі, ұяң дыбыстар қатаң мен үндінің ортасында, яғни салдыр мен үн қатары келеді. Ұяң дауыссы дыбыстарға біз Б, В, Г, Г, Д, Ж, З осы дыбыстар жатқызамыз. Егер алфавитті жақсы білетін болсындар, алфавитте кезек-кезек тұратын әріптер болар. Келесі үнді дауыссыздарға біз жатқызамыз Л, М, Н, Р, И және У.
удың өзі сұрақ, себебі у бірде дауысты, бірде дауыссыз. Иә, дауыссыз болып келген жағдайда у үнді дауыссыз болады. Қараңдар, енді ұяң дауыстарды алып тастайық. Ғ, З, Ғ мен З міне ұяңда тұр. Кетті. Г, Ж, Д, В. Г, Ж, Д, В бәрі түгел қайда тұр? Ұяңда тұр. Демек, бұнда сыпсайым жауабымыз Е варианты болады. Міне. У, қысқа И, Н, Р. Мынаны осылай жаттап алуға кеңес берем. Б, В, Г, Г, Д, Ж, З. Ұяң. Л, М, Н, Р, И, У. Деп. Сол сөз күйінде жаттап алсаңдар, ұмытпайсыңдар. Л, М, Н, Р, И, У. Б, В, Г, Д, Ж, З. Түсінікті ғой. Кеттік, келесі сұрақ. 4-ші сұрақ. Құрамында ашық және қысаң дауыстылар араласып келген сөздердің қатары қандай? Жалпы біз дауысты дыбыстарды 3 жағдайда бөлеміз. Жақтың қатысына қарай, тілдің қатысына қарай және еріннің қатысына қарай. Тілдің қатысына қарай жуан мен жіңішке болып бөлінеді. Жақтың қатысына қарай ашық қысаң, еріннің қатысына қарай еріндік езулік. Жалпы жуан жіңішке еріндік езулікті табу қиын емес. Бірақ оқушылар жақтың қатысына қарай ашық пен қысаңның ажыратылуына көп шатасып жатады. Себебі бұл жақтың қатысына қарай болғандығымен бір нюанстар бар. Бізге жаңағы ашық, анық көрінбейтін, сондықтан оқушылар көп шатасады. Жалпы ашық дауыстыларға, біз бірінші жазып алайық. Ашық дауыстыларға жатады А, Ә, Е, О және Ö. Қысаң дауыстыларға жатады Ö, О, І. Қараңдар, екі жуан, ойбай, жуан және жіңішке дыбыстарда кездесетін А мен Ә, мына қосақтасып жүретін дауыстылар бар ғой. А, Ә, О, Ö, О, Ö, Ә. Иә? Бір-бірінің жуан және жіңішке нұсқасы болатын. Соның А мен Әсі, О мен Өсі ашыққа кіреді екен. Себебі О, Ö, А, Ә деп айтқан уақытта мына жақ кең ашылады. Өздерін байқап көрсеңдер болады. Ал қысаң дауыстылар айтқан кезде керісінше жағын қысыңқы болады. О, Ö, А, Ә екеуі қысаң дауыстылардың қатарына кіреді екен. Сендер қысаңды жаттап алсаңдар, міне О, Ö, А, Ә екі жуан жіңішке нұсқалары қатар келген дауысты дыбыстар. Осы екеуін жаттап алатын болсыңдар, қысаң дауыстыларды, онда ондай қатты қиындық тудырмайды. Енді кетті, құрамында ашық және қысаң дауыстылар араласып келген сөздер табуымыз керек. Біз екеуі де араласқан болу керек. Өсімдік, өркен. Бұнда қандай дауысты дыбыстылар бар? Ö бар, І бар, Ö, Е бар. Ö ашық, І қысаң. Ö ашық, Е ашық. Демек, бұл вариант болмайды. Себебі мына өсімдік нұсқасы ашық пен қысаң араласып келіп тұрғандығымен, мына екінші өркен, бұл жерде тек қана ашық дауыстылар бар. Сондықтан сызамыз. Келесі абырой, намыс. А, І, О. А, І. А, І, О. А ашық, І қысаң, О ашық. А ашық, І қысаң. Демек, жауабымыз В нұсқасы бола алады екен. Қалған нұсқалар тексеріп көрейік. Достық дейді. О, І, О ашық, І қысаң. Ізгілік деген сөзде тек қана І дауысты дыбысы бар. І тек қана қысаңға жатады. Бұл жерде ашық нұсқасы жоқ, сондықтан сызамыз. Білім, бұл жерде тек қана І бар, мұнда тек І бар. Білім деген сөзде қысаң дауыстылар, ғылым деген сөздер қысаң дауыстылар, сызамыз. Келесі еңбек. Е деген екі дауысты дыбыс қана бар. Бұл ашық, талап, бұл да ашық. Сондықтан жауабымыз тек қана В нұсқасы болады екен. Келесі туынды түбір етістікті табу керек. Бұл жерде назар аударыңдар. Етістік, ол түбір болу керек, ол және туынды болу керек. Туынды түбір етістік дегеніміз түбірінде басқа бір мағыналы сөз, оған бір туынды жасайтын жұрнақ шалғанып, ол бір етістікке айналу керек. Түсінікті ме? Ал енді жаса, қара, оқы дегендер, олар түбір етістік күйінде тұр, негізгі етістік күйінде тұр, иә? Оқы деген сөздерден оқу жасалады, қара деген сөзден қарау, жаса деген сөзден жасау деген сияқты етістіктер пайда болады. Түбірінде де етістіктер тұр, бірақ бізге туынды етістік керек, туынды түбір етістік. Ойна деген сөздің түбірінде ойын тұр.
біз оған а деген жұрнақты жалғадық та ойна деген етістік жасадық. Түсінікті ма? Ойын бұл зат есім болды. Оған а деген жұрнақты жалғап тастадық та ойна деген етістік жасап алдық. Мынау түбірет, оған туынды болатын жұрнақ жалғадық та туынды түбір етістік шығардық. Түсінікті ғой? Ал енді барма не үшін болмайды? Бар бұл түбірі, иә. Ма бірақ бұл жаңағы жұрнақ жасап туынды жасайтын жұрнақ емес. Барма бұл тек қана болымды болымсыз етістік. Сонда біздің жауабымыз В нұсқасы болады екен. Келесі негізгі еліктеу сөз. Негізгі еліктеу сөз табуымыз керек. Еліктеу сөз я дыбысқа, я бір әрекетке еліктеуден пайда болған сөздер екендігін білеміз. Біз еліктеуді ішінен екіге бөліп тастаймыз, еліктеуіш, бейнелеуіш деген сияқты. Бірақ бұл жерде маңыздысы ол емес. Маңыздысы біз негізгі еліктеу сөз табуымыз керек. Жалпы сөз негізгі және туынды деп бөлеміз ғой біз дара сөздерді. Негізгі бұл түбір күйінде тұрады. А туынды бұл да дара сөз, яғни бір ғана сөз, бірақ түбірмен неден тұрады? Жұрнақтан тұрады. Жұрнақ жалғану керек болған. Назар аударыңдар. Қорбаң деген сөзде ың деген жұрнақ бар. Қылтың деген сөзде дәл сондай. Қылт түбірі. Сиербең деген сөзде дәл солай. Демек біз А, В, Е деген сұларсыз бастаймыз. Серт деген сөз ешқандай еліктеу сөз бола алмайды. Бұл еліктеу сөздің қатарына кірмейді, кәдімгі бөлек мағыналы сөз. Серт деген сөз ештеңе еліктеу жасалып тұрған жоқ қой. Иә? Демек біздің жауабымыз С нұсқасы болады. Сылқ. Түбір күйінде тұрған негізгі еліктеу сөз. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ көмекте септікте тұрған тұйық етістікті табу керек. Өзі тұйық етістік болу керек, ол және көмекте септікте тұру керек. Тұйық етістік сендер білесіңдер, етістікке у жалғану арқылы жасалады. Мысалы, алу, беру, көру деген сияқты. Енді назар аударыңдар, қандай сондай етістікке у жалғанған сөздер бар. Ұнауы мен бір тұйық етістік тауып алдық. От шашу, тағы бір тұйық етістік тауып алдық. Отанды сүю, міне тағы бір тұйық етістік тауып алдық. Мынандай сөз ғой, мына жерде у жоқ деп не істемеңдер. Абай у жоқ қой қайдағы тұйық етістік деп сүюге уды қосқан кезде сүю деген сөз болып кетеді. Көрдіңдер ме? Онысы сөйлеуге болмайды. Сөйлеуге деген сөзді алайық. Жарастыру. Міне тұйық етістіктер. Енді ол көмектес септікте тұру керек. Көмектес септіктің сұрақтары қандай? Кіммен? Немен? Енді қай тұйық етістік мұндағы кіммен немен деген сұраққа жауап беріп тұр. Әрине А нұсқасында ұнаумен, немен. Сонда біздің жауабымыз А нұсқасы болады екен. Келесі жинақтық сан есімнің жұрнақтары. Сан есімнің мағыналық түрлерінің ішінде жинақтық сан есім деген түрі бар. Ол ең оңай табуға жеңіл сан есім түрі. Жинақтық сан есім бұл ау және еу деген жұрнақтар арқылы жасалатын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу деп біз санаймыз ғой. Сол сияқты 7-ге дейін айтылатын сан есімдер. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу бітті. 7-ден аяқталады. 8-еу деп айта алмайсыңдар. Жинақтық сан есімнің жұрнақтары, жинақтық сан есім жасап тұратын жұрнақтар, ол сонда не екен? Ау және еу жұрнақтары екен. Жауабымыз С нұсқасы болады. Келесі сұрақ, сөздердің байланысу түрі дейді. Қыздар, жігіттер, сөздердің байланысу түрі бар, сөздердің байланысу тәсілдері бар. Бұл сөз тіркесіне қатысты синтаксис тарауын өткен кезде аталып өтіледі. Сөздердің байланысу түрі дейік. Ой, ручкам. 1 минут қазір кішкене күтіңдер. Сөздердің байланысу түрі бар, сөздердің байланысу тәсілдері бар. Сөздердің байланысу тәсілдері 4 жағдайда жасалады. Жалғау арқылы. Не болды? Жалғау арқылы, орын тәртібі арқылы, интонация арқылы, шылау арқылы. Ал сөздердің байланысу түрлерінің 5 түрі бар. Қиысу, қабысу, мен ручкам қайта үзіліп кетіп жатыр. Қабысу, матасу,
жанасу, меңгеру. Енді қараңдар, бізге сөздердің байланысу түрі керек. Нұсқаларға назар аударсаңдар, қалған 4 нұсқаның барлығы сөздердің байланысу тәсілдері болып тұр. Біреуі ғана сөздердің байланысу түрі. Орын тәртібі арқылы бұл сөздердің байланысу тәсілдерінің ішіне кіреді, шылау арқылы сонда кіреді, интонация арқылы ол да сөздің байланысу тәсілдерінің бірі, жалғау арқылы да дәл солай. Демек біздің жауабымыз С нұсқасы болады, сөздердің байланысу түрі. Енді бұлар не деген сауалдарың бар болатын болса, мен сендерге синтаксис тарауында түсіндіретін боламын. Соған қатысты видео сабақтарды көріңдер. Келесі 10-шы сұрақ. Берілген үзіндіге қатысты нұсқа қандай дейді. Белоктарға құрамында азоты бар органикалық заттар жатады. Нұсқаларға қарасаңдар, бізде не сұрап тұр? Стилін сұрап тұр. Бұл сөйлемнің стилі қандай? Белоктарға азоты бар органикалық заттар. Ішінде не бар? Теорем сөздер бар, бізге түсініксіз сөздер бар. Белгілі бір ғылыми ортағана түсіне алатын сөйлем болғандықтан біздің жауабымыз ғылыми стиль болады. Бұл жерде көп ойланудың керек жоқ. Біздің жауабымыз Е варианты. Келесі мәтелі берілген нұсқа. Мақал мен мәтелді ажыратудың ең оңай жолы мынау ғой. Бүйтіп түсініңдерші. Мақал ол бір оқығанда түсінікті, астарына сөз іздемейсің, тура мағыналы. Ой-бой. Ал мәтел керісінше астарлы мағыналы болады. Тура мағыналы, астарлы мағыналы. Сен оны оқуың керек, сен тыңдап түсінуге тырысуың керек, не айтқысы келіп тұр, соған назар аударуың керек деген сияқты. Және мәтелде бір оқиғаға байланысты туындаған мәтел болуы мүмкін. Оқиға бар болуы мүмкін оның астарында, түбінде немесе. Қайтып кірер есігіңді қатты жаппа. Мақал түсінікті ғой, иә? Қайтып кіретін есігіңді қатты жаппа. Бұның астарында ешқандай бір ой жатқан жоқ. Қайтып кірерім деп тұрған есігіңді қатты жабушы болма. Келесі, алдыңа келсе, атаңның да құнын кеш дейді. Түсінікті ма бұл мақал? Түсінікті. Алдыңа келіп тұратын болса, тіпті атаңның болса да құнын кешуге дайын бол. Бұл түсінікті. Келесі, ердің атын не шығарады? Еңбек шығарады. Түсінікті ғой. Сыйлық қымбат емес, сыйластық қымбат. Бұл да түсінікті. Сондықтан 4 нұсқаның 4-еуі де мақал екенде, сабақты ине сәтімен деген Е варианты ғана не болады екен? Мәтел болады екен. Себебі сабақты ине сәтімен деген кезде сен оны түсінуің керек. Демек, сабақты алып тұрған ине, яғни бір нәрсе тігуге дайын тұрған ине, сәті келген кезде сен оны пайдаланасың. Демек, әр іс-әрекет уақытында бір сәті келген кезде жасау керек, мүмкіндікті көру керек деген секілді мағынаны білдіріп тұр. Демек, біздің жауабымыз Е нұсқасы болады. Келесі, буын үндестігіне бағынбайтын қосымшасы бар сөйлемді табуымыз керек. Буын үндестігі дейді. Назар аударыңдар. Біздің қазақ тілінде бір заңдылық бар, ол буын үндестігі. Немесе ол сингармонизм деп те келеді. Сингармонизм. Бұл мына нәрсе. Дауыстыларды біз тілдің қатысына қарай жуан жіңішке дыбыстар деп бөлеміз, дауыс дыбыстарды. Демек, қазақ тіліндегі заңдылық мынау. Егер сөз жуан дауыстылармен басталатын болса, сөз аяқталғанға дейін ол жуан дауысты болу керек дейді. Басталып, жуан дауысымен аяқталу керек дейді. Міне бұл буын үндестігі. Немесе жіңішке дауыспен басталса, сөз солай емес жіңішке дауысымен аяқталу керек дейді. Мысалы, өрмекші деген сөзге назар аударыңдар. Бұл буын үндестігіне бағынып тұр ма, жоқ па табамыз. Ө, бұндағы дауыс дыбыстарға қараңдар. Ө бар, Е бар. Ой-бой. Ө бар, Е бар, және І бар. Үшеуі де жіңішке дауыстылардың қатарына кіреді. Демек, бұл буын үндестігін сақтап тұр. Немесе алмалық деген сөзді алайық. Қандай дауыстылар бар? А бар, І бар. Мұндағы 3 дауысты да үшеуі де жуан. Демек, бұл заңдылықты сақтап тұр. Жуан дауыстыдан басталып, жуан дауыстыдан аяқталып соңына дейін буындағы әрбір дауысты дыбыстар. Сендер білесіңдер ғой, әр буын бір дауысты дыбыстан тұрады. Демек, бұл да сингармонизм заңдылығын сақтап тұр. Ал енді бізге керек сол сингармонизмге, буын үндестігіне бағынбай тұрған сөз. Сондай сөзі бар сөйлем керек.
Мысалы мен сендерге бір сөз көрсетейін. Қателік дейтін. Мынау буын үндестігін бұзып тұр. Неге? Мынау дауысты, а дауысты, ойбай, а жуан дауысты, жіңішке дауысты, жіңішке дауысты. Ал енді буын үндестігіне бағынатын сөздер, олар буын үндестігі деген заңдылықты сақтау үшін бізде міндетті түрде жуаннан басталса, соңына дейін жуан болу керек. Немесе жіңішкеден басталса, соңына дейін жіңішке болу керек. Демек, бұл заңдылық бұзылды. Енді біз сондай сөздер іздейміз. Мына 12-ші сұрақтан. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшасы бар сөйлем қайда? Және ол қосымша болу керек. Байқадыңдар ма? Қосымша дегеніміз я жұрнақ, я жалғауы оның не болу керек? Буын үндестігіне бағынбай тұру керек. Қасықтап жиғанды шөміштеп төкпе. Міне, қасықтап, мынау бағынып тұр ма мына сөз? Бағынып тұр. Жиғанды, жіңішке, жуан. Міне, буын үндестігін бұзып тұрған қосымшасы бар сөз. Шөміштеп, жіңішке, жіңішке, асықпаған, мынау да түгел жуан, ойбай. Мынау жерде жиғанды дегенді жиғанды деп ашасыңдар. Бір минут. Арба мен. Мұнда да буын үндестігін бұзып тұрған сөз бар. Ойланамыз. Қоянға жетеді. Мынау да ұждан рухтың бақылау тетігі. Қалған нұсқалардың барлығы да буын үндестігіне бағынып тұр. Бізде А және В нұсқасы сұрақ болып тұр. Енді назар аударайық. Бізде екі сөз бар. Жиғанды, арба мен. Мынау жуан, жіңішке болып кетті. Қосымшасы жіңішке. Мынау қосымшасы жуан. Бірақ сөзге назар аударайық. Жиған деген сөзді біз қалай аша аламыз? Негізі ол дұрыс жазылуында немесе дұрыс оқылуында жиған болу керек. Бізге мына орыс тілінен еніп кеткен сөз ғой. Орыс тілінің әсерінен де бізде дауысты өте көп қолданыста. Бірақ біз жиған деп айтпаймыз ғой. Идің оқылуы сол ғой. Жиған деп айтпаймыз, жиған деп айтамыз. Ми деп жазамыз да, оны ми деп оқимыз. Сондықтан бұл жерде буынға бөлген уақытта жиғанды дейсіңдер. Сондықтан да бұл сөз буын үндестігіне бағынып тұрған болып саналады. Жауабымыз қайсысы болады? В болады. Арба мен. Бұл жерде не жоқ? Оқылуында, айтылуында мәселе жоқ, тек жалғанып тұрған қосымша буын үндестігіне бағынып тұрған жоқ. Жақсы, келесі сұрақ. Сөйлемдегі күрделі сөздің түрі қандай деген сұрақ. Анамыздың үстімен бойымызға тарған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды және тарихымызды ұмыту дейді. Күрделі сөздің бізде 4 түрі бар. Қазір 1 минут. Ой, менің ручкам бүгін менің жүйкемді шығартқысы келіп тұр. Күрделі сөздің 4 түрі бар. Біріккен сөз, қос сөз, тіркескен сөз, қысқарған сөз. Демек, сөйлемде күрделі сөздің түрі дейді. Мына сөйлемнің ішінен осы 4-еуінің біріне жататын сөз іздейміз. Анамыздың үстімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту. Міндір. Ата-бабамызды деген сөз күрделі сөз. Ал оның қай түрі? Қос сөз. Енді қызықты қараңдар. Қос сөздің бізде 2 түрін беріп қойған. Қайталама қос сөз бен қосарлама қос сөзді. Қос сөзде дұрыс қайталама және қосарлама деген сөз 2 түрі бар. Қайталама қос сөз бұл бір сөздің қайта-қайта қайталануынан қосарланған сөздерді айтады. Бір сөздің қайта-қайта қайталануынан жасалған сөзді айтамыз. Мысалы, мая шөп келді, жырық етіп күле берді. Осындағы мая жырық деген сөздер бір сөздің қайта-қайта қайталануынан жасалып тұр. Дұрыс қой? Ой. Жырық. Ал енді қосарлама қос сөз бұл
ала бер алатынды. Жоқ негізі. Жырық. Сабақ түсіндіріп отырмын арай. Айын назар аударыңдар. Қайталама қос сөз аты айтып тұрғандай бір сөздің қайта-қайта қайталануынан жасалып тұр екен. Қосарлама қос сөз екі сөздің қосарлануынан, яғни бір-біріне қатысы жоқ, түбірі бірдей емес, түбірі мүлдем екі бөлек сөздердің қосарлануынан жасалған қос сөздерді біз қосарлама қос сөз деп айтады екенбіз. Мысалы, жаңағы ата баба деген сөз екеуінің түбірлері бір емес қой. Ал мұнда мая деген кезде бір сөз біз екі рет қайталап тұрмыз. Ата баба, мысалы, көңіл күй деген сияқты қос сөздер бар бізде. Түбірлері мүлдем бір-біріне қатысы жоқ. Бір түбірден болып тұрған жоқ. Сонымен жауабымыз біздің қосарлама қос сөз себебі бізге ата бабамызды деген сөздің қандай қос сөз екендігін табу керек. Келесі. Белгісіздік есімдігі қатысқан мақалды табуымыз керек. Белгісіздік есімдігі бұл біреу, әлдене, әлдекім, кейбіреу деген сияқты белгісіздік мағынасын беретін орынбасар сөздер. Бұл сөйлемдердің ішінде қайсы белгісіздік есімдігі бар мақал? Түгел сөздің түбі бір, түбі атасы майқы. Бұл жерде белгісіздік есімдігі бар ма? Жоқ. Біреуге орғазба өзің сөзің. Біреуге деген есімдік бар. Демек жауабымыз варианты. Себебі белгісі ғой біреу дегеннің кім екендігі, логикаға салатын болсақ, міне белгісіздік есімдігі шығып тұр. Біреуге орғазба өзің сөзің. Талаптерге нұр жауар, бұл жерде ешқандай белгісіздік есімдігі жоқ. Қорқақ өзінің көлеңкесінен де қорқады, жоқ. Хас сараң өз атын өзінен қызғанады. Бұл жерде де ешқандай белгісіздік есімдігі жоқ. Келесі сұрақ. Қыстырма сөз қатысқан сөйлем табуымыз керек. Қыстырма, қаратпа, одағай деген сияқты оқшау сөздер бізде сөйлем ішінде мағынасы болмайтын, ол сөздерді алып тастасақ та сөйлемнің айтарлықтай бір мағынасы өзгеріп кетпейтін сөздер. Ал енді қыстырма сөз бұл қыстырылысып жүретін сөздер. Аты айтып тұрғандай сөйлемге соншалықты маңыз бермейді, бірақ сөйлемде адамның пікірін білдіретіндігін, адамның күйін десек одағайға кетеді көбірек, бірақ адамның өзінің пікіріне қатысты, не болмаса сөз алдындағы бір дайындықты білдіретін сөздер қыстырма сөз болады. Бәсе, мен біліп едім десек, тоқ сөйлем болатын шығар. Бәсе, меніңше, біріншіден, екіншіден деген сөздердің барлығы қыстырма сөздің қатарына жатады. Ал енді нұсқасы, құлагер құлыныңнан кермедің дейді. Бұл жерде ешқандай қыстырма сөз жоқ. Құлагер құлыныңнан кермедің мағыналы сөздер, ешқандай қыстырма сөз қатысып тұрған жоқ. Келесі нұсқа. Олай болса, добрыймен қандай байланысы бар мұның дейді. Олай болса дейді, адамның өзінің пікірін білдіре алатын, немесе адамның осы сөйлемге деген ыңғайын білдіре алатын сөз болып тұрғандықтан бұл қыстырма сөздің қатарына келеді. Қысқасы қыстырма сөз қыстырылысып жүреді. Оның бір айтарлықтай рөлі жоқ, қайталап айтамын. Бұл сөз алдындағы бір дайындық, болмаса адамның сол сөйлемге деген ыңғайын білдіріп тұратын сөздер. Қайда әлгі алып, шақыр сөзін дейді. Бұл жерде ешқандай қыстырма сөз жоқ. Қап, мен бауырсақ әкелмеп ем, бұл адамның көңіл күйін білдіреді, одағай сөздердің қатарына кіріп кетеді. Ей, мұнша тулағаның не дейді. Бұл да қаратпа сөз мағынасында. Ей деген кесе адамды беріп қаратуға басты мақсатымыз. Келесі. Көп нүкте қойылатын орынды табуымыз керек. Ойға тосын өте алшақ нәрсе қосылса, сөздің орынсыз айтылғанына таңырқау мәніндегі сөзден соң, хабарлы сөйлемнен кейін, төл сөзден кейін сан уақыт аралық шегін көрсету үшін дейді. Жауап: сөздің орынсыз айтылғанына таңырқау мәніндегі сөзден соң. Көп нүкте қоюымызға болады. Мен сенен оны күтпедім деп көп нүкте қоюға болады. Кім білген, мәссаған деген сияқты. Мәссаған деген кезде көтеріңкі көңіл күймен, көтеріңкі күймен айтылатын болса, леп бере қойып кетуі мүмкін. Бірақ бір адамның ойға түсіп кеткендігін, ойланып қалғандығын, таңырқап қалғандығын білдіретін сөздерден кейін көп нүкте қоя аламыз. Себебі көп нүктенің сол басты рөлі сол, ол содан кейінгі ойды, адамның дауыстап, дыбыстап, жазып айтпайтын ойын сол көп нүктемен біз белгілеп отырады екенбіз. Келесі, төл терминдер қатысқан сөйлем дейді. Төл терминдер дейді, яғни тек сол біздің ұлтқа ғана тән, ұлт
біздің ұлт қана түсінетін термин сөздер. Сауда ойын сауық кешендері әр отбасының сүйікті демалыс орны дейді. Бұл жерде ойын сауық кешендері деген сөз бізде сауал. Бұны біз қалдыра тұрайық. Бұл жердің ескі атауы қара өткел болатын дейді. Бұл жердің ескі атауы қара өткел болатын. Бұл жерде ешқандай бізге сұрақ тудырып тұрған сөз жоқ. Ынтымақ жоқ үйде ырыс жоқ дейді. Бұнда да ешқандай термин болатындай сөз жоқ. Қаламызда бүгінде көп қабатты ғимараттар бой көтеруде. Көп қабатты ғимараттар жоқ. Бұл төл терминдердің қатарына кірмейді. Қайсар өзінен басқа туысқаны жоқ, жалғыз жігіт болатын дейді. Әні. Байқадыңдар ма? Қайсар өзінен басқа туысқаны жоқ, жалғыз жігіт болатын. Жалғыз жігіт деген жалпы біздің ұлтқа ғана түсінікті термин сөздердің қатарына кіргізуге болады. Жауабымыз сонда ең нұсқасы бола қалады. Жалғыз жігіт, туысқаны жоқ, ешкім жоқ жігітті біз жалғыз жігіт деп айтамыз. Термин деген сол бір әрекетке, бір адамға, затқа, бір белгілі бір атауды, терминді таңып беру ғой. Дәл сол сияқты төл термин деген кезде менің түсінігім бойынша бұл жерде бұл ұлтқа қатысты, ұлттың құндылықтарына қатысты, ұлттың ойлау жүйесіне қатысты сөйлем сұралып тұрған болуы әбден мүмкін. Келесі дұрыс жазылған кірме сөз табуымыз керек. Танкілер, танкілер, танкылар, танкідер, танкілер. Танк деген сөздің өзі қалай жазылатын жазылайық. Бірінші танк. Бұл жерде ешқандай ың емес. Танк. Мұнда ыңмен белген тұстың бәрін өшіреміз. Танкілер. Енді үш нұсқа қалып бізде. Танкылар, танкідер, танкілер. Танк деген бізге өзге тілден енген сөз. Сондықтан бұған буын үндестігіне бағынбайды бұлар. Жуан дауыстымен басталса да, бұған жіңішке дауысты, жіңішке жалғана бере алады. Демек, жауабымыз танкілер екен. Танкілер. Келесі. Пысықтауыш қызметінде тұрған қимылсын үстеуін табуымыз керек. Қимылсын үстеу қандай сұрақтарға жауап береді? Қалай деген сұраққа жауап береді. Ол және пысықтауыш қызметінде тұру керек. Пысықтауыштың өзі де қалай, қанша деген сияқты сұрақтарға жауап бере алады. Демек, қалай деген сұраққа жауап беретін үстеуді іздейміз біз. Асан екеуміз ақырын әңгімелесіп келеміз. Асан екеуміз қалай әңгімелесіп келеміз? Ақырын әңгімелесіп келеміз. Ойбай. Мәне. Пысықтауыш тауып алдық. Бүгін аз ғана ас құйылған екен. Тағы бір пысықтауыш. Бүгін және қашан. Әміртайдың күлгенінде онша естілмейді. Онша. Мүлдем. От шашып тұратын көз қып-қызыл. Үнемі, қашан, мүлдем деген секілді. Сөздерді белгілеп аламыз. Қимыл сын үстеуі дейді. Яғни әрекетті білдіре алатын үстеу түрі. Бұл жерде әрекетке бағытталып тұрған тек қана А нұсқасындағы біздің Асан екеуміз ақырын әңгімелесіп келеміз деген сөйлем ғана пысықтауыш қызметінде тұрған қимыл сын үстеуі болады. Себебі ол бір жағынан біріншіден ол қимыл сын үстеуі, екіншіден ол пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Себебі қалай деген сұраққа жауап беріп тұр, әрі нені білдіріп тұр, әрекетті білдіріп тұр. Қалай әрекеттің қалай орындалғандығын білдіріп тұр. Мына неге не болды? Ручкаға. Келесі сұрақ. Сөйлемдегі сөздердің байланысы түрлері қандай? Шындыққа сенбей, қисынға сену рухани мүгедектікке ұрындырады. Сөздің байланысы түрлерін жаңа мессенджерде көрсетіп бердім. Қиысу, жанасу, матасу, меңгеру деген сияқты мессенджерге түсіндірем. Бұларды қалай табуға болатындығын. Қиысу, қабысу, матасу, меңгеру және жанасу. Бұл сөздердің байланысының түрлері. Матасу, ойбой, мына ручканы. Бір мен кішкене үзіліс сала тұрайық.
Жақсы, жалғастырайық. Сөздердің байланысуының 5 түрі бар деді. Қиысу, қабысу, матасу, меңгеру және жанасу. Бұл сөздердің байланысу түрлерін сөз тіркестеріне қатысты қолданамыз. Мысалы, шындыққа сенбей, қисынға сену. Қисынға сену деген сөзді алайық. Сөз тіркесін алайық. Бұның қай сөз тіркесі екендігін анықтау үшін, қай байланысу түріне жататындығын анықтау үшін сұрақ қоямыз. Неге сену? Қисынға сену, иә? 1 минут. Енді бері қараңдар. Қиысу қалай жасалады? Қиысу жіктік жалғаумен, жіктік жалғаудың бастапқы сөзімен және етістікпен. Мен көрдім, сен келдің, ол үйтті, ол бүйтті деген сияқты, әйтеуір мен, сен, ол деген сияқты белгілі бір жіктік жалғаудың алдында келетін есімдіктер болу керек. Жіктік есімдіктер болу керек. Жіктік жалғау мен жіктік есімдіктер дейік. Келесі қабысу жасалады. Қабысу бұл сын есім мен зат есімнің қосақталуы арқылы. Мысалы, алтын сағат десем, бұл қабысу болады. Қандай сағат? Алтын сағат. Түсінікті ғой. Келесі матасу. Матасу бұл ілік септігі арқылы жасалады. Мысалы, ілік септігі немесе тәуелді жалғау деп түсініп алсаңдар болады. Мысалы, күннің көзі деген сөз тіркесін алайық. Несі күннің көзі, күннің ненің? Міне матасу. Түсінікті ғой. Дің деген сияқты ілік септіктерінің міндетті түрде жалғаулары қосақталып бірге жүреді. Келесі меңгеру. Меңгеру жасалады. Атау септік мында кетіп қалды. Ілік септік мында кетіп қалды. Қалған 5 септік бар ғой. Барыс, жатыс, шығыс, табыс деген 5 септікпен жалғанып келетін сөздің байланысу түрі бұл меңгеру. Үйге бару, үйден келу, үймен жаңағы сәлемдесу деген сияқты 5 септікте тұрған, 5 септіктің сұрағына жауап бере алып тұрған сөз тіркесінің барлығын біз меңгеруге жатқызамыз. Келесі жанасу. Жанасуды былай қиындатпай, былай түсініп алыңдар. Пысықтауыш жай ғана, немесе істеу. Қалай деген сұраққа, қалай, қашан деген сұраққа жауап беретін сөздермен келіп тұрған сөз тіркестері бұл жанасу. Мысалы, ақырын келдім. Тез келдім. Бүгін қайтам. Қашан қайтасың? Бүгін қайтам. Осындағы міне ақырын, бүгін, тез деген сөздер, сөз тіркестерімен, сөз тіркестеріндегі сөз бұл жанасуға жатады. Енді біз сұраққа келейік. Сөйлемдегі сөздердің байланысу түрлерін табу керек бізге. Сөйлемде бізде қандай сөз тіркестері бар? Шындыққа сенбей, қисынға сену. Қисынға сену, шындыққа сенбей. Неге сену? Шындыққа. Қисынға немесе шындыққа сенбеу. Барыс септігінде тұр, сұрақ. Барыс септігі демек енді іздейміз. Барыс септігіне жауап бере алатын қайсы сет? 5 байланысу түрінде. Әрине меңгеру тұғын 5 септікке жауап беріп тұрған. Барыс, жатыс, шығыс, табысқа жауап беретін, көмектеске жауап беретін осы меңгеру. Сондықтан бірінші меңгеру. Бізде 2 нұсқа бар меңгеруге. Қабысу бар, қиысу бар. Енді қабысу ма, қиысу ма, соған назар аударамыз. Мына пенсилдай. Міне, С және Д нұсқаларында қалған бәрін жасамыз себебі меңгеруден басталып тұрған жоқ. Рухани мүгедектікке екінші біздің сөз тіркесіміз. Қандай мүгедектік? Рухани мүгедектік. Ал енді қандай деген сұраққа жауап беретін бұл бізде
қай сөйлемнің байланысу түрі еді, сөздердің байланысу түрі бұл қабысу. Сын есі емес ата есімнен қосақталып келетін рухани мүгедектік. Қандай мүгедектік? Рухани мүгедектік. Сонда біздің жауабымыз меңгеру мен қабысу болады екен.